Ассалаумағалейкум достар, міне біз бүгін Мұхит досымыздың үйіне келіп, қоныс тойын тойладық. Енді Мұхит досымыздың міне жаңағы мастерская дейміз ғой, кішкентай қолөнер домбыраны қалпына келтіреді, бұзылған домбыраларды. Жаңағындай сол домбыраны жөндейді, былайша айтқанда. Өлген домбыраны тірілтеді. Қазір келдік міне. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал Мұха, өзіңізден бір сөз. Домбыра туралы қысқаша түсінік айтып кетейін. Бұл жалпы өзім 6 жастан бері домбыра осыны ойнап келе жатырмыз. Қазіргі таңда мамандығымыз домбыра. Қолымдағы домбыра осы шебері Нарбек деген ағамыз Алматыда. 2009 жылдан бері келе жатқан кәдімгі профессионал домбыралар. Бұл домбыраны қысқаша түсіндіріп айтып кететін болсам, арт жағы 9 шанақты домбыра. 7 шанақ, 9 шанақ болып келеді. Шанақ деп тұрған мынау артындағы иіліп кеп, мынау бір түймеге кеп тұтасқан ағаштың жиынтығын айтамыз, шанақ деп. Бұл бет қақпағы болады. Бет қақпағым. Бұл енді көп жыл ұсталған домбыра болғаннан кейін бетіндегі кішкене бұл жерде тозу не пайда болады. Осы бет қақпақты қорғайтын мына жерде шпон деген қақпақтың қорғаны болады. Оны әртүрлі әсемдік оюлармен безендіріледі. Мына жерде қарап тұрсаңыз, сүйектен, неден, кейбір шама шарқына қарай күмістен де қойып жататын кісілер болады. Мынау түймесі деп айтылады. Мына жерде тиегі, домбыраның ішегі, сондықтан мойын, басы, құлағы. Бұл жерде де қарап тұрсаңыз шайтан тиек деп қояды, бірақ кіші тиек. Ол ішектің тербелісін қадағалап, ұстап, орнықтырып тұратын бұның сондай рол қасиеті бар. Бұл бас жағында да, сондықтан мына жағында да екі тиек болады. Демек, мынау пернелер. Кезінде қазақтарымыз, ата-бабаларымыз деректерге қараған сүйенген болсақ, 13 ішекті, 14, 15 солай аз болған. Кейінде бұны жүйелестіріп, оркестровкаға, жаңағы шетелдің шығармаларына орындап ыңғайлы болу үшін 19 пернелі бұл дамып үлгісі осылай құралған. Енді шертпе күйлерде тағы да бір пернелері болады. Бұл жерде қашаған пернелері болады. Си, до, ми, фа, ре, әртүрлі қалауларына байланысты осы жерде ішектер болады. Олар қазіргі таңда көп қолданыста жоқ. Ол домбыралардың үлгісіндегі ішектер көбінде шертпе күйлерде орындалады. Таласбек Әсемқұлов ағамызда болды. Кезіндегі арқа күйшілік мектебінде, шығыс күйшілік мектебіндегі домбырашылар ұстаған. Бұл артындағы мойын ағаштың өзі тек қана бір жұмыр ағаш емес. Бет жағы бөлек. Мынау қол, тырнақ, саусақ басқан кезде бетін жеп кетпеу үшін бұл жерге қатты материалдан, қара ағаштан, жаңағы Еуропа скрипкаға арналған ағаштарды, бір қарағаш, қатты ағаштардың материалдардан жасалады. Бұның ролы сол жаңағы саусақтың ағашты жеп кетпес үшін көп уақыт, ұзақ уақыт ұстап тұратындай қасиетке ие болады. Бұның өзі бір бөлік па? Мына артындағы ағаштың өзі 3 түрлі ағаш. Жалпы мойын ағашының өзі 4 бөліктен құралады. Мынаның арасында мынандай қатты ағаш тоже жақсы әдемілеп былайына қояды. Ол деген тігінен. Ол деген домбыраның садақ құсап не алдыға, не артқа шалқайып кетпейтін, сондай жібермейтін болғандықтан осындай ағаштарды ұстап әдемілеп домбыраның ары бері ауып кетуіне қадағалап тұрады ағаштарды. Бұл негізі домбыра талдағанда ескеретін нәрсе екен, домбыра туралы бізде енді базар бағасында домбыралар жоқ емес, бар. Олар 10-20 мың, 30 мың, 40 мың, 50 мың көлеміндегі домбыралар білеміз. Өзіміз 6 жастан бері домбыра ойнап келе жатқаннан кейін енді осы домбыраның былайша айтқанда сынып қалған домбыраларды жөндеу, ремонт жұмыстары дейді ғой, соны қолға алып істеп жатырмыз. Қарасаңыз, мына домбыралардың арты сынып қалған. Былайша айтқанда өлген мұраны тірілтесіздер, иә? Бұл кез келген ата-ана ойлауы мүмкін, мына домбыралар болды, жаңағы сынып қалды, қолданысқа келмеуі мүмкін деп. Кейде шынымен де қолданысқа келмей қалатын домбыралар болады. Дауыс әдемі болса, ремонттап, қайтадан ұқып тұраққып, жаңағы кішкене ремонт жұмыстарын жасап қойып қоюға да болады. Бұл енді бет ағашы былай жабыстырылады. Осындай көне домбыраларды қайтадан
жөндеу жұмыстары біледі. Оны көп шеберлер жақсы біледі, бірақ мұндай ремонт жұмысына көп адамдар құртқысы келмейді. Өйткені бұлардың жұмысы ұсақ, сосын пайдасы аз, уақытты көп алады. Ешкім мұндай домбыраға отырғысы келмейді. Бірақ мендегі ой осында кейбір үйдегі шаң басып қалған домбыраларды қайтадан қолданыста орындалып жүрсе деген мақсатпен осындай кішігірім бастауғы ремонт жұмыстары, домбыра шеберлікке деген бірінші қадамымыз деп айтамыз ғой. Осындайдан бастап жатырмыз. Енді бисмилля деп бір домбыра жасалып кете алған жағдайға жеткен жоқпыз, дегенмен қалай жасау керек үлгісін бәрін білеміз. Бірінші домбыра талдағанда ағаштың материалына қараймыз. Жай ағаштар көбінде шырша, жаңағы қайың, қарағай сондай ағаштардан жасалып жатады. Бұл деген домбырада жалпы талдау үшін қандай домбыра жақсы дегенде мен өзім көбінде бірінші ағаштың сапасына қараймын, сосын жаңағы дауысы. Кейбір домбыралар арзан болғанмен әдемі дауыс беріп, бір неше жүз мың теңгенің домбырасының да дауысын басып озып кететін қоңырды, күмбірінді бір домбыралардың сондай бір қасиеттері шығып жатады. Ондай домбыралардың үні жақсы болғанмен материалы нашар болса да бәрібір де 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кейін ол бәрібір де ремонт жасалу керек, ол ұзаққа бармайды. Бұл домбыралардың несі артықшылығы ағашындағы ұзақ уақытқа шыдамдылық қасиеті сонда. Бұғының үстіне жақсы дауыс келетін болса, заказ берген домбыраларыңыздың ішінде ол ең өте ұтымды шыққан жағдай болатын еді. Көп кездерде домбыраның материалы жақсы болғанмен үні шықпай қалып жататын жағдай болады. Мысалы, өз басым бір шеберден 3-4 домбыра заказ беріп, тапсырыс беріп кезінде алмай қойған кездер болды. Сондай бір адамның құлағында бір қоңырын жүргеннен кейін сол дыбыстарды іздеген келеді, сол домбыралардан. Мендегі сол халық арасында жүрген домбыралардың ішінде де әдемі үндер болады, байырғы үндер болады. Сол дыбыстарды іздеу мақсатында жасап жатқан шығармын деп ойлаймын. Біздің жұмыс осы менде асылы. Мұхит досым, рахмет. Міне осы Жетісу облысында осындай мәдени мұраны қолдан келгенше қолдап, тірілтіп жатқан азамат бар. Мүмкін сіздерге де пайдасы тиер. Үйлеріңізде ескі осындай домбыралар болса, жасап беруге, және қолданысқа қайта келтіруге септігін тигізер дегенмен осы шағын видеоны түсірдік. Жарайды, оны сау болыңыздар, сау саламатта болыңыздар.